Сәлем достар, бүгін сіздермен бисквитный йогурт кремі қосылған торт жасайтын боламыз. Бисквиттің жасалу жолын бірнеше рет көрсеткен болатынмын сіздерге. Қазір мен астына ссылкасын қалдырамын қалай жасалу керектігін. Ал қазір йогурт кремін жасаймыз. Творожный сырға қант ұнтағын қосып, 1 минут миксерлейміз. Бір минут миксерлеп болғаннан кейін, енді осы массамызға жеміс-жидектен жасалған қоспамыздан қосамыз. Бұл қоспадан 2-3 қасық қана жеткілікті, соның өзі өте керемет дәм береді. Бұл қоспаның жасалу жолын мен сіздерге астына ссылкасын қалдыратын боламын. Енді осыны 10 секундтай миксерлеп жібереміз. Енді осының үстінен сливкемізді құямыз. Сливкеді құйғаннан кейін тағы да миксерлейміз қою болғанша. Қою болғаннан кейін миксерлеріңізді міндетті түрде өшіріңіздер. Әрі қарай миксерлей беретін болсаңыздар, кремдеріңіз сұйықтанып кетеді. Осымен йогурт креміміз дайын болды. Дәмі деген керемет болып шықты. Жасап көріңіздер сіздерде.